Сәлем балалар, 3 сынып әдебиетті оқу 1 сабақ. Берілген сұрақтарға алдымен жауап берейік. Суреттен не көріп тұрсыңдар балалар? Бәріне ортақ тақырып қандай екен? Бұл таңертеңгі мезгіл. Бірінші суретте күннің жаңадан шығып келе жатқаны, келесі суретте де ұйқыдан тұрып балалардың таңертең жаттығу жасауы, үшінші суретте балалар мектепке келе жатқандығы, және 4-ші суретте сыртқа шыққаны бейнеленген. Бәріне ортақ тақырып таңғы көрініс немесе таңым менің сәлем, яғни арманға, жаңа күнге бастайтын таң. Барлық суреттерді қарайтын болсақ, таңғы кезде адамдар мен табиғаттың тыныс тіршілігін көрсетеді. Яғни табиғаттың оянуы, күнделікті таңғы жаттығу, балалардың мектепке оқуға асығуы бір жүйемен біріктірілген екен. Ахмет Байтұрсыновтың оқуға шақыру өлеңін балалар өздерің түсініп, мәнерлеп оқып аласыңдар. Яғни өлең не туралы? Өлең балаларды ерте тұрып, уақытты босқа өткізбей, білім алуға, оқуға, еңбек етуге шақыру туралы. Негізгі идеясы жастайынан еңбексүйгіштікке, білім мен ғылымды меңгеруге үндеу, жалқаулықтан аулақ болуға шақырады екен. Келесі өлеңі тарту. Тарту деген өлеңді тағы да өздерің мәнерлеп түсініп оқып аласыңдар. Авторы жаңа айтып өткенде Ахмет Байтұрсынов ұстаз, ғалым, ақын екен. Бұл тарту өлеңі не туралы? Балаларды білімге, ғылымға, өшпес жарық пен даналыққа, оқу жолына түсіп, білім байлығын іздеуге шақырады. Ал негізгі ойын даналық, ең үлкен өшпес жарық, әрі кетпес байлық. 4-ші тапсырма ақынның 1-ші өлеңінде еңбекке қатысты қандай мысалдар келтірген, табиғат көріністері қалай суреттеген. Ақын табиғатта барлық тіршілік иелерін мысалға келтіріп отырып, кішкене қоңыздардың өз жүгін сүйреп, аралардың балға ұшып бара жатқаны, сондай-ақ адам ұшқан құспен жүрген аңның ешқайсысы жұмыссыз қарап тұрмаған көрсетеді екен. 5-ші оқуға шақыру өлеңінде тәуліктің қай кезі туралы айтылған. Өлеңде тәуліктің таңертең мезгілі туралы айтылған. Шақырды тауық мана әлдеқашан, қарап тұр терезеден күн жылтырап деген жолдардан таң атқанын байқауға болды. Неліктен бұлар қатар айтылған? Себебі білім алу, оқу, үлкен еңбек. Ақын жастарын ерте тұрып, еңбекке қалай ұмтылса, оқуға да сондай жауапкершілікпен қарауды айтады. Сызбадағы ойды өз сөзіңмен түсіндір дейді. Сызбадағы оқу және оқысаң адам боласың деген ойлар баланың жастайынан кітап оқып білім алуы, азамат болып қалыптасуы. Ал іздену, үйрену және ізденсең білімді боласың, үйренсең талапты боласың бөліктері жаңа нәрсені білуге ұмтылу, тынымсыз іздену арқылы адамның жан-жақты дамуына арқылы осы тұлға туралы айтылады екен. Даналық деген не? Және даналық өшпес жарық, кетпес байлық деген сөздер шынайы білім мен өмірлік ақыл ойдың ешқашан сөнбейтін ең бағалы қазына екенін ұқтырады. Жалпы алғанда бұл сызба білім алу, іздену, тынымсыз үйрену арқылы үлкен даналыққа қол жеткізу болатынын айқын көрсетеді. Келесі түсінуге жауап бер. Тарту сөзі қазақ тілінде бірнеше мағына береді. Сыйлау, ұсыну, үндеу, жақсы іске шақыру. Ал Байтұрсыновдағы жаңа тарту өлеңінің қандай мағына? Тарту сөзінің қай мағынасы Байтұрсынов тарту өлеңіне сәйкес келеді? Неліктен? Өлеңге екінші мағынасы, яғни үндеу, жақсы іске шақыру сәйкес келеді екен. Өйткені ақын бұл өлеңді балаларды жаппай білім алуға, даналық пен ізденіс жолына түсуге үндеп, жақсы іске шақырады. Келесі сұрақтарға, ашық сұрақтарға жауап беру. Мысалы, біріншісінде Ахмет Байтұрсынов кім? Ахмет Байтұрсынұлы қазақтың ұлы ақыны, ағартушысы, ғалым әрі қоғам қайраткері. Екінші сұрақ, ақын балаларды негізінен қандай іске үндеген? Ақын балаларды уақытты босқа өткізбей, білім алуға, даналықты іздеп табуға, еңбек етуге шақырады. Үшінші сұрақ, неліктен даналық өшпес жарық, кетпес байлық деп аталады? Өйткені адамның алған білімі мен жинаған ақылы ешқашан ескірмейді, жоғалмайды, ең үлкен құндылық болып қала береді. Сабақ аяқталды.